Иррационал теңсіздіктер бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз. 11 сыныптың программасы. Өткен сабақта біз иррационал теңдеулер, олардың жүйелерін қарастырған болатынбыз. Бүгін теңсіздіктерді талқылаймыз. Мынандай тапсырмалардан бастаймыз, құрметті оқушылар. Иррационал теңсіздіктер. Бұл жерде сол жағында иррационал өрнек, оң жағында жай ғана сан тұрса, және мына санға назар аударыңыздар, бұл оң сан болып тұр, иә? Квадраттап жібереміз. Екі жағын квадраттаймыз. Квадраттаудан мақсат түбірден құтылу. Ең алдымен, оқушылар, квадраттаудан бұрын анықталу облысын ұмытып кетпеуіміз керек. Болмайды, оны тастап кетсек. 2х плюс 1 әрқашанда үлкен немесе тең 0 болу керек. Әрқашанда. Бұл жерден x анықтайтын болсақ, x-іміз минус 1/2. Яғни x міне осы минус 1/2-ден үлкен сандарды қабылдайды. Егер соңында жауап осыдан кіші аралық болатын болса, оны біз алмаймыз. Енді квадраттайық. Түбір астында 2х плюс 1-ді квадраттаймыз. Үлкен 8-дің квадраты. Квадрат пен түбір қысқарып 2х плюс 1 үлкен 64. 2х үлкен 63. X анықтайтын болсақ, x-іміз үлкен 31/5. Анықталу облысына кіреді. Сондықтан жауабы x үлкен 31,5 болады. Екінші, түбір астында 3х минус 8 кіші минус 2 деп тұр. Түбірден шығатын сан әрқашанда 0 немесе оң сан шығады. Жалпы 0-ден үлкен сандар шығады ғой, плюс сандар шығады. Ал бізден сұрап тұр, кіші болсын минус 2-ден дейді. Минус 2-ден кіші болсын дейді. Бұл ешқашанда минус 2-ден кіші бола алмайды. Мына өрнегіміз минимум 0 бола алады. Минимум. Жоқ дегенде 0 бола алады. 0 немесе одан үлкен сандар. Сондықтан бұндай есептің жауаптары жоқ болады. Ал теңсіздік наоборот болсашы. Мысалы, түбір астында 3х минус 8 кіші емес, үлкен минус 2 болсын. Бұндай жағдайда, бұндай теңсіздіктерде жай ғана анықталу облысын табастар, сол шешімі болады. 3х минус 8 үлкен немесе тең 0 болу керек. Анықталу облысы, яғни x-іміз үлкен немесе тең 8/3 болады. Міне осы жауап. Бұл осы 8/3-тен үлкен сандардың кез келгенін қойсақ, түбірдің астында оң сан пайда болады. Және ол түбірден шығатын болса, оң сан болып шығып, автоматты түрде минус 2-ден үлкен болады. Келесі, түбір астында x минус 1 кіші 3 минус x. Анықталу облысынан бастаймыз. X минус 1-іміз әрқашанда үлкен немесе тең 0 болу керек. Және де 3 минус x деген өрнегіміз 0-ден үлкен болу керек. Не үшін 0-ден үлкен болады? Мынау өрнегіміз 0-ден үлкен болу керек. Өйткені, егер бұл 0-ден үлкен оң сан болмаса, онда теңсіздікті қанағаттандырмайды. X минус 1-ден түбір астынан оң сандар шығады, және бұл шыққан санымыз кіші, мына жақта плюс сан болу керек, яғни оң сан болу керек. Егер мына жақта минус сан болатын болса, онда түбірден шыққан плюс санымыз кіші минус мәні болмайды. Яғни оң сан ба мынау? Мынада оң сан, және де мынадан да үлкен қандай да бір оң сан болуы керек. Енді квадраттап жіберейік екі жағын. Екі жағын квадраттап жіберіп, астына жазып қойайық. Квадраттайтын болсақ, x минус 1-іміздің өзі қалады, кіші 9 минус 6x плюс x квадрат. Міне теңсіздіктер жүйесі. Осыны қарастырамыз.
Алғашқы екеуі x үлкен немесе тең 1, x кіші 3. Бұл мына екеуінің шешімі. Ал астында барлығын бір жаққа жинаймыз. Барлығын оң жаққа өткізейік. X квадрат. Мына x'іміз былай қарай минус x болып өтеді. Сонда минус 7x. Мына минус 1-ді былай қарай өткізсек плюс 1 болып 9-ға қосылады. Үлкен 0. Так, осы жерден тек мына теңсіздікті ғана жалғастырайық. X квадрат минус 7x плюс 10 дегенді алғашқы екеуінің шешімі дайын тұр. Бұл квадрат теңсіздік шешу үшін алдымен түбірін анықтауымыз керек. Түбірлері 2 мен 5. Екеуінің көбейтіндісі 10, қосындысы плюс 7 болу керек. Түбірлерін анықтағаннан кейін интервалдар әдісі бойынша сандар сәулесінде 2 және 5-ті көрсетіп, аралықта таңбасын анықтаймыз. 2-ге дейін 0 деген сан бар. X-ның орнына 0-ді қойсақ плюс, ортасы минус, 7 плюс болады. Үлкен 0 деп тұр, сондықтан біз оң сандарды аламыз, яғни плюс аралықтарды аламыз. Минус шексіздіктен 2-ге дейін, 5-тен плюс шексіздікке дейін. Бұл мына теңсіздіктің шешімі. 2 шеті болады, плюс аралықтар. Енді құрметті оқушылар, осы жерге біз жоғарыдағы анықтаған мына 2 теңсіздігімізді осы жерге сызайық. 1 x 1-ден үлкен, 1 немесе одан үлкен дейді. Так, мынау 1. Так, 1-ден үлкен болса былайына сызайық. Так, 3-тен кіші дейді. 3 деген боямаймыз. Мына 2 ортада және одан кіші болса, минус шексіздіктен 3-ге дейін болады. Ал мына теңсіздігіміздің жауабын біз білеміз. Бүйтіп сызып қойық. Енді үшеуі де қиылысқан аралық аламыз. Үшеуі де қиылысқан аралық бұл мына 1 мен 2-нің арасы болып тұр, мына жер. Яғни 1 кіреді, тік жақша қоямыз. Мына жерге бойып қойдық қой. Ал 2 жай жақша болады, өйткені мына жерде 2-ні боямадық, ол кірмейді. Жауабы 1-ден 2-ге дейін. Келесі тапсырма. Мынандай күрделі тапсырманы қарастырамыз. Анықталу облысынан бастаймыз. Міндетті түрде x қосамыз 3-ге, үлкен немесе тең 0. X минус 1 үлкен немесе тең 0. Және x минус 2 үлкен немесе тең 0. Осы үшеуін анықтап, анықталу облысын шығарып аламыз. Яғни 3-ті былай қарай өткізетін болсақ, минус 3 болады. Екінші теңсіздігіміз x үлкен немесе тең 1 болады. Соңғысы x үлкен немесе тең 2 болады. Осы үшеуінің қиылысқан аралығы, үшеуінен біз мына x үлкен немесе тең 2 болатынын аламыз. Үшеуін де қанағаттандыратын жауабы деп айтайыншы. X үлкен немесе тең 2. Бұл не деген сөз? Яғни соңында жауабы 2-ден төмен аралық шығатын болса, оны біз алмаймыз. Енді екі жағын квадраттайық. Түбір астында x плюс 3-тің квадраты кіші түбір астында x минус 1 плюс түбір астында x минус 2. Оны квадраттаймыз. Бірінші квадратымыз бұл түбірмен қысқарады, x плюс 3 қалады. Кіші, мына жақта a плюс b-ның квадраты бойынша ашамыз. X минус 1 плюс 2 түбір астында x минус 1, x минус 2 плюс x минус 2. Ақшамдайық x плюс 3 кіші
2x минус 3 плюс 2 түбір астында x минус 1 мен x минус 2-нің көбейтіндісі. Бір жаққа жинайтын болсақ, барлығына 6 минус x кіші 2 түбір астында x минус 1, x минус 2 болады. Так, бұл жерде 6 минус x-іміз, 6 минус x-іміз, бұлар кіші деп тұр ғой. Кіші түбір астында. Мына түбір астынан шығатын сан, естеріңізде болса, әрқашанда бір оң сан шығады түбірден. 0 немесе оң сан. Сәйкесінше, мынау егер 0-ден кіші болатын болса, онда бұл теңсіздігімізді қанағаттандырады. Мына анықталу облысының өзі қанағаттандырып қояды. Ал егер оң сан болатын болса, онда оны екі жағын квадраттап тексеріп көруіміз керек. Давайте квадраттайық екі жағын. 6 минус x-тің квадраты кіші 2 түбір астында x минус 1, x минус 2-нің квадраты. 36 минус 12x кіші. Так, 12x плюс x квадратымыз бар әлі. Ұмытып кетіппін. Кіші 4, жақша ішінде x минус 1, x минус 2. Барлығын ашып, бір жаққа жинаймыз. 36 минус 12 x плюс x квадрат. 4x квадрат минус 8x минус 4x плюс 8. Так, 3x квадрат. Мынау екеуі минус 12 болады. Мына жақтағы минус 12 мен қысқарады. Так, қысқарып 0-ді береді. 8-ді былай қарай өткізсек, минус 8 болады. 36-тан 8-ді азайтамыз. 28. X квадрат үлкен 28 бөлімінде 3. Бұл x квадрат. Ал бізге x керек. X аралығы. Екі жағын түбір астына алатын болсақ, модуль x үлкен түбір астында 28 бөлімінде 3. Сандар сәулесінде анықтайтын болсақ, так, түбір астында 28 бөлі 3 минус түбір астында 28 бөлі 3. Яғни жауаптары мына аралық пен мына аралық болады. Бірақ бізде анықталу облысы бар, соны ұмытып кетпейміз. 2-ден үлкен болу керек. 2-ден үлкен. 2 деген бұл екеуінің ортасында мына жерде орналасқан. 2. Міне осы саннан, 2 деген саннан біз бұлай сол жаққа өтіп кетпейміз. Тек мына оң жақты ғана қараймыз. Мына жақтағы аралық жауап болады. Демек, жауабы түбір астында 28 бөлі 3-тен бастап плюс шексіздікке дейін.